Неге мектепте бірыңғай форма кию керек? Бұл мектептегі бірыңғай форма киюдегі негізгі мақсат тәртіпке бағындыру. Бауыржан момышұлы атамыз айтпақшы, тәртіпке бағынған құл болмайды дейді, яғни. Кез келген жерде, кез келген мемлекеттік мекеме болсын, кез келген жерде қандай да бір тәртіп болу керек. Ал енді осы мектеп формасындағы негізгі мақсат не? Ол әлеуметтік теңдікті сақтау. Яғни әлеуметтік теңдік сақталмасы не болады? Жасөспірім, жас бала, бұған аса қатпаған, санасы бекімеген жас балаға әлеуметтік стресс алып келсе, ол баланың дамуына, білім алуына, тұлғалық қалыптасуына толықтай кереғар, яғни кері зиян әсер етеді. Яғни ол қалай? Мысалға бір адам қымбат кисе, бір сыныптасы, ал ол екіншісінің оған шамасы келмесе, оған саналық тұрғыда оған балаға өте ауыр әлеуметтік стресс алып келеді. Сондықтан осы нәрсе біздің заңнамамызда ойластырылғаннан кейін, біздің болашағымыз жастар демекші, жастардың, жас бүлдіршіндердің психоэмоционалдық күйі жақсы болу үшін осы заңнамада барлығы қарастырылған. Біз заңдағы сырттай ғана қарау емес, ол заңның тереңіне үңіле алсақ, біздің кейбір қайшы болып көрінген заңдар негізінде өте дұрыс, біздің пайдамызға, игілігімізге жарайтынын түсінуге болады.